Жастар жылының бастауына орай жастардан жылулық атты қайырымдылық іс-шарасы өткізілді. Игі бастама әлеуметтік аз қамтылған отбасындағы балаларға бұл үлкен көмек. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жастардан жылулық. Ата айтып тұрғандай балалардың қуанышында шегі жоқ. Ауылдық округтердегі әлеуметтік аз қамтылған балаларды қалаға келіп, олардың жүзіне күлкі үймелету біз үшін үлкен мәртебе дейді ерікті ұйымдастырушылар. Жоспары бұл екі бөлімнен тұрады. Бірінші балаларды өзіне көңіл күйін көтеру мақсатында ойнатып, өздеріне көңіл күй сыйлап, және де екіншісі иммигрант ресторанында тамақтандырып, концерт бағдарлама қойып, белгілі әншілер келеді, және де көңіл күйін көтеріп жоғары деңгейде шығарып саламыз. Белгілі әнші Айдар Байжанов, жігіттер квартетінің мүшесі. Қайырымдылық істерге қашанда үлес қосуға тырысамыз. Себебі балалардың көңіл күйін көтеріп, рухани қолдау көрсету әрбіріміздің міндетіміз дейді. Жалпы жетімдерге көңіл бөлу ол әрқашанда мен ойлаймын бүкіл халықтың, бүкіл ер азаматтың көкейінде тұратын міндеті деп ойлаймын. Жалпы маған кеше хабарласқанда, түнде хабарласты. Осындай оларға көңіл бөлсеңіз дегеннен кейін мен бірден келістім. Осындай қайырымдылық шара өтіп жатыр дегеннен кейін бірден осыған келуге шештім. Іс-шараға көркем гимнастиканың спорт шебері Әлия Юсупова да қатысып, балаларға өзінің сыйлықтарын үлестірді. Балалар әртүрлі мамандық иелерінің киімдерін киіп, образдық рөлдерде ойнап, көңіл күйлерін көтерді. Бірінші продуктаны арладым, сосын барып, бір әпші екеуіміз пирог жасадық. Сосын екеуіміз мына жерде тамақтандық, шай іштік, сөйттік. Маған бұл жер өте жақсы ұнады. Бұл жерде қалғым келіп жатыр. Қазір емделушіге қосылдым. Сосын оның давлениесін өлшедім. Өзіне дәрігер болған ма? Үлкен болғанда дәрігер болғым келеді. Бұл 2019 жылдағы қайырымдылық іс-шарасының алғашқы бастамасы. Шараны ұйымдастырушылар алдағы уақытта да жалғасын табатындығын жеткізді. Гүлжамал Рүстемқызы, Нұркен Жалбиев, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.